done. Today we will continue our lesson about fruits. Бүгінгі сабақта балалар біз алдыңғы аптада өткен жеміс-жидектер жайлы сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін біз Do you like? Саған ұнай ма? деген сұраққа жауап беріп үйренеміз. Do you like деген саған ұнай ма деген сұрақ. Like деген сөзден кейін біз кез келген жеміс-жидектің атын қойып, жемісті сен ұнатасың ба деген сұрақ қоюымызға болады. For example, мысалы, Do you like an apple? Саған алма ұнай ма деген сұрақ. Do you like an apple? Apple деген сөзді өткенімізде балалар, ол бізде алма деген сөз, есіңізге түсірейік. Егер де біз мынандай сұраққа, я, маған алма ұнайды деп жауап бергіміз келсе, Yes, I like деп жауап береміз. Я, маған ұнайды. Ал егер де жоқ, маған ұнамайды дегіміз келсе, No, I don't like. Жоқ, маған ұнамайды деп жауап береді екенбіз. Please repeat after me. Менімен бірге қайтала. Do you like an apple? Саған алма ұнай ма? Yes, I like. Я, маған ұнайды. No, I don't like. Жоқ, маған ұнамайды. Okay, well done. Next, келесі сұраққа көшейік. Do you like a banana? Banana деген бізде қандай жеміс еді балалар? Есімізге түсірейікші. Of course, ол бізде банан екен. Саған банан ұнай ма деген сұрақ қойылып тұр. Do you like a banana? If you like, you may say, yes, I like. Егер де саған банан ұнаса, сендер я, маған ұнайды деп жауап бересіңдер. Ол үшін біз Yes, I like деп жауап береді екенбіз балалар. Yes деген я деген сөз, I деген мен деген сөз, like деген ұнату. Yes, I like. Я, маған ұнайды. Say with me. Менімен бірге қайтала. Yes, I like. Okay. If you don't like, you may say, no, I don't like. Егер де саған банан ұнамаса, сен жоқ, маған ұнамайды деп жауап бере аласың. Ағылшын тілінде no, I don't like. Жоқ, маған ұнамайды деген сөйлем. No деген бізде жоқ деген сөз. I, мен, don't like, ұнатпаймын деген сөз екен. Say with me. Менімен бірге қайтала. No, I don't like. Well done. Next question. Do you like a pear? Саған алмұрт ұнайды ма? Yes, I like. Я, маған ұнайды. Әлде No, I don't like. Маған ұнамайды. Екеуін біреуіне жауап беріп көрші. No, I don't like. Маған ұнамайды. Осы екі жауаптың біреуін таңдап, өзің сұраққа жауап беріп көр. Do you like a pear? Саған алмұрт ұнайды ма? Very good. Next question. Do you like an orange? Саған Do you like an orange? Саған апельсин ұнайды ма? Yes, I like. Егер де саған ұнаса сен, я, маған ұнайды деп ағылшын тілінде Yes, I like деп жауап бере аласың. Егер де ұнамаса, No, I don't like деп жауап бере аламыз. Менің сұрағыма жауап беріп көрші. Do you like an orange? Саған апельсин ұнайды ма? Okay, very good. I like orange. Маған апельсин ұнайды. Next. Do you like grapes? Саған жүзімдер ұнайды ма, балам? Do you like grapes?
Балалар, сендерге жүзімдер ұнайды ма? Егер ұнаса да біз қайтып жауап береміз. Yes, I like деп жауап береді екенбіз, Я, маған ұнайды. Ал егер де жақсы көрмесек, ұнатпасақ, No, I don't like деп жауап береміз. Менің сұрағыма жауап беріп көрші. Do you like grapes? Жүзімдер ұнайды ма саған? Okay, very good. Next question. Do you like cherry? Саған жүзімдер ұнайды ма? Yes, I like. No, I don't like. Я, маған ұнайды. Жоқ, маған ұнамайды. Өз жауабыңды таңдап, маған жауап бер. Do you like a cherry? Okay, next. Do you like a kiwi? Саған киви ұнайды ма? Егер ұнаса, Yes, I like. Егер ұнамаса, No, I don't like деп жауап беріп көр. Very good. Next. Do you like a peach? Саған өрік ұнайды ма? Егер маған ұнайды деп жауап берсек, қалай болады ағылшын тілінде, балалар? Ойланайықшы. Әрине, Yes, I like деп жауап береді екенбіз. Ал егер де жоқ, ұнатпаймын десек, No, I don't like деп жауап береміз. Енді осы сұраққа жауапты өзің таңдап көр. Do you like a peach? Саған өрік ұнайды ма? Okay, very good. I like a peach. Маған өрік ұнайды. Now your tasks. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз Do you like деген сұраққа жауап беруді үйрендік. Саған ұнайды ма? Яғни сендерге тапсырма. Answer, жауап бер дейді. Мысалға қарайық бірінші. Do you like cherry? Саған жүзім ұнайды ма деген сұрақ қойып тұр. Енді саған бұл сұраққа жауап беру керек. Жауапты біз мына екі смайликтің көмегімен береміз. Егер де саған жүзім ұнаса, сен бірінші смайликпен суретін саласың. Егер де ұнамаса, онда астындағы екіншісінің суретін саласың. Біріншісі бізде Yes, I like. Я, маған ұнайды дегенді білдіріп тұр. Астындағы екіншісі No, I don't like. Маған ұнамайды деп жауап беріп тұр. Енді сенің сұрақтарың. Do you like peach? Do you like orange? Do you like kiwi? Саған өрік ұнайды ма? Саған апельсин ұнайды ма? Және де саған киви ұнайды ма? Деген сұрақ. 3 сұрақ, балалар. 3 сұраққа өз жауабымызды мына екі смайликтің көмегімен саламыз. Егер де ұнаса, мына смайлик, егер ұнамаса, қасындағы екінші смайликтің суретін саламыз. Good luck and goodbye.